гимназиясының 8-А сынып оқушысы Құрал Ажар республикалық экологиялық проект жобасының «Туған елімнің табиғаты» номинациясының қатысушысымын. Мен сіздерді Қазақстан Республикасының ұлттық саябақтарына виртуалды саяхат жасауға шақырамын. Қазақстанның ұлттық саябақтарының бірі Баянауыл ұлттық табиғи саябағы. Аумағы 68.452,8 гектар. Құрылған мерзімі 1985 жыл, 18 тамыз. Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының аумағында 2001 жылы ұйымдастырылған саябақ. Ауданы 643 мың гектар. Оның 215 мың гектары орманды алқап. Ағаштарының қоры 24 мың метр куб. Қорықтық аймақ жері 151 мың гектар. Саябақтың пайдаланатын аумағы 452 мың гектар. Шарын шатқалы. Шарын өзенінен 154 шақырым бойлай жатқан табиғи нысан. Шатқал Шарын өзені бойымен солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай 154 км созылып жатыр. Бұл аймақта рельефі әртүрлі. Шарын өзенінің теріскей және күнгей алатау жоталарының солтүстік баурайынан бастау алатын көптеген өзен сулары қосылып, суы мол өзенге айналады да Жалаңаш ойпаты мен Торайғыр тауының шығысынан қақ жайлау өтіп, орасан зор шатқал жасайды. Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының тарихы 1931 жылдан басталады. Сол жылы Іле Алатауында Алматы мемлекеттік қоры құрылды. Ұлттық саябақтағы климат қалыпты. Жазы жылы қысы соншалықты қатаң емес. Саябақтың көзтайма сұлулығы ондағы көптеген өзендер мен көлдер екені сөзсіз. Олар тау ауасымен бірге саябаққа көркем түр беріп, көптеген туристер мен демалушыларды тартады. Ұлттық саябақ арасында көлдер мен өзендердің бастапқы түрін сақтайды. Алтынемел мемлекеттік ұлттық табиғи саябақ Жетісу Алатауының оңтүстік сілемдерінің арасында орналасқан ұлттық табиғи саябақ. Жер көлемі 520 мың гектар. Саябақ аумағында демалушыларды қатты қызықтыратын бірегей табиғи құрылымдар және байырғы тарихи ескерткіштер орналасқан. Шатқалдарында ежелгі адамдардың тасқа қашып жасалған суреттерін көруге болады. 1996 жылы Көкшетау мемлекеттік ұлттық саябағы құрылды. Саябақты құрудағы мақсат Көкшетау мемлекеттік ұлттық саябағының аумағындағы экологиялық, тарихи, ғылыми, эстетикалық байлығын қалпына келтіру және сақтау. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы таулы орман ландшафтысы. Табиғаттың бірегей нысандарын қорғау, табиғатты дамыту және халық демалысын жақсарту мақсатында 1998 жылы құрылған. Саябақ аумағында шаруашылық әрекеттерге тыйым салынған. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының Бурабай мемлекеттік табиғи ұлттық саябағы 2000 жылы тамызда құрылды. Бурабайдың әрбір қиятасына аңыздар негізінде және бейне ерекшелігіне қарай ат қойып отырған. Көкше жерінде Бурабайдың тамаша табиғаты, тылсым бейнесі, қарағайлы орманы, бір-бірінен көлдер арқылы бөлініп жатқан қатпарлы жартастар, биік құз басында тастары мен шыңдары небір бейнесі көз алдыңа елестейді.